Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай өте дәмді восточный пирог деп аталатын бәліш пісіретін боламын. Каналымнан алыстамаңыздар, сіздермен бірге Гаухар. Бізге қажетті заттар: 2 жұмыртқа, жұмсартылған сары май, қант, қопсытқыш және ұн қажет болады. Ең алдымен біздер жұмыртқамызды жарып аламыз және қантпен жақсылап араластырып алуымыз қажет. Миксермен жақсылап барлығын араластырып алуымыз керек. Міне осындай сұйықтық бізде пайда болады. Енді оған сары майымызды қосамыз. 1 шай қасық қопсытқыш және 400 граммдай ұн қосып қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қолға жабыспайтын әрі жұмсақ қамыр шығады. Енді бізге керегі арнайы пирог пісіруге арналған осындай форма. Асты алынатын, астыңғы жағы, енді осы астыңғы жағын пайдаланамыз. Кішкене ұн себеміз және жаңағы қамырымызды оқтау арқылы жайып шығамыз. Кішкене ұн сеуіп осылай жайып шығамыз қамырымызды. Қамырымызды жайып болдық. Енді осылай қамырымызды жинап аламыз да формамызға салып, артық қамырды оқтаумен алып тастаймыз. Видеодағыдай жасасаңыздар ыңғайлы болады. Міне осылай. Және бізде кішкене ғана қамыр қалады. Оны біздер қазір бетіне әсемдеуіне пайдаланамыз бәлішімізді. Енді біздер салмасын дайындап алуымыз керек. Ол үшін маған бал қажет, сұйықтау бал, грек жаңғағы және кептірілген жеміс жидектер, өрік, сары өрік және қара өрік. Енді осылай дайын болған бәлішімізді осылай шанышқымен өтіп шығамыз. Сол кезде біздің бәлішіміз көтерілмей күшті болып піседі. Қазір біз салмамызды дайындап аламыз. Осы балды құйып аламыз да оған өрік қосамыз. Өрікті жуып, кесіп қойдым мен дайындап, кептіріп, барлығын араластырып аламыз және бетіне жаңғақ қосамыз. Осындай салма бізде шығады. Осы салманы біздер қамырдың үстіне жайып шығамыз. Міне осылай етіп жайып шықтық. Осылай болып шығады біздің бәлішіміз. Өте әдемі болады. Және бізде жаңа қалған кішкене ғана қамырымыз бар, сол қамырды біздер қазір жайып аламыз. Осы қамырды біздер бәліштің бетін әсемдеуге пайдаланамыз. Міне мен қамырымды жайып алдым. Енді мен осындай арнайы кескіш пайдаланатын боламын. Осы кескішті пайдалансаңыздар әдемі болып шығады біздің қамырымыз. Осындай ұзындықтарға бөліп алдым. Енді бәлішімді әсемдейтін боламын. Міне мен осылай әсемдеп шығамын қазір бәлішімді. Міне менің бәлішім дайын болуға қалды. Енді мен оны 180 градусқа 25-30 минутқа пешке қоямын. Қызарғанша піседі. Менің бәлішім дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі бәліш шықты. Дәмі өте керемет. Достар, дайындап көрсеңіздер болады. Және мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар.